Алдында жеңгемнің үйіне барған кезде балаң оқысын десең, онымен қалай сөйлесу керек деген кітапты көріп сұрап алған едім. Жалпы кітаптың жеткізгісі келген ойы, мазмұны маған өзіме ұнады. Енді бұл кітапта өз 8 бөлімнен тұрады. Соның негізгі жалпы жеткізгісі келгені үлкендердің мәмілесі, яғни ата-ананың балаға деген мәмілесі, ұстаздардың шәкіртке деген мәмілесі. Ол мәміле күнделікті қалыпты қарапайым жағдай санайтын, адамдар байқай бермейтін. Мысалы, ұстазың егер бала бір істі бүлдірсе, мысалы кітапты ұмытып кетсе, басыңды неге ұмытып кетпейсің деген сияқты жеңіл, әзіл, мазақтау сөзі оған қаншалықты күрделі проблемаға әсер тудыратындығын, немесе ата-ананың бала бір нәрсені көрсеткен кезде оны жеңіл мақтай салу. Сен ақылдысың ғой, сен ары қарай өзің барып жалғастыра бер, немесе сен жақсы саласың, суретті ар жаққа сала бер, мен қазір жұмысын бітіріп алайын деген сияқты мән бермеуі. Яғни сіз негізі 1 минут оның істеген ісіне сәл сипаттап мән берсеңіз, сол 1 минут оған біраз өміріндегі шабыт беріп, оны ары қарай ынталандыратын еді. Бірақ сол 1 минутты одан аяғандығы себепті оның сіз 1 айлық, керек болса 1 жылдық немесе өмірлік бір ісіне, сіз мінезіне, тағдырына әсер етуіңіз мүмкін дейді. Енді сол нәрсені жеткізеді. Енді кітап бәрібір шетелдік кітап болғаннан кейін, ол жердегі аттар сәл енді анау қазақи аттар болса кімнің кім екенін тез ажырата аласыз ғой, ал анау аттар шетелдік болғандықтан кім еді, кім ата-ана, кім жаңағы бала деген сияқты сәл шатастырып алуға болады. Кейін сәл аударма бәрібір болғандықтан, жаңағыдай аударма ғой енді, бір анық кейбір сөздерді, кейбір абзацты түсінбей қалуы да мүмкін дегендей. Сондықтан мен ойлаймын, енді бізде де Ахмет Байтұрсынның жаңағы мысалдары бар ғой, сол негізі жас балаларға өте әдемі екенді. Жаңағы аққу шортан һәм шаян деген сияқты, не үшін оларды адамдармен емес құстармен, жаңағы жануарлармен келтірді, ол баланың табиғатына солай өте жақсы әсер ететіндігін. Сол сияқты бізде де кітаптар негізі бар екен ғой, бірақ оны осы заманда қазір заманға сай бейнеде түсіндіріп жатқан бір адамдар болса, немесе бір кісілер болса, сол кісілердің аккаунттары болса, белгілеп айтып кетсеңіздер. Өйткені мынау бала тәрбиесі, ел болам десең бесігіңді түзе дейді ғой. Сондықтан балаларды тәрбиелеу бұл өте жақсы, былайша маңызды деп ойлаймын. Енді мен де өзім қазіргі уақытта енді балаларға сабақ беріп жатқаннан кейін осы тақырып қызығып жүрмін. Сол үшін де осы кітапты кейінгіге де сол пайғамбарымыздың өмірбаянын үйрететін сира сияқты кітаптарды, тағы да алдында Құран әліппесі деген сияқты кітаптарды көріп жүргенмін. Құдай қаласа тағы да кітаптар болса ұсыныңыздар, пайдалы болсын.